Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен әдеттегідей Айзада. Бүгін мен сіздерге өзбек халқының дала тағамы гуманы дайындау жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қоюыңызды сұраймын. Ең алдымен таза бір ыдысқа жылы суды құямыз, оның үстінен құрғақ ашытқыны саламыз, тұз саламыз және де бір үлкен қасық қантты салып, жақсылап барлығы ерігенше араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнды әрқайсыңыз өз ұндарыңыздың тығыздығына қарай салатын боласыздар. Яғни сіздердің қамырларыңыз бауырсақтікі сияқты, не болмаса булочкиткі сияқты тым жұмсақ болып кетпеуі қажет. Яғни қамырларыңыз тығыз болып шығу керек. Менде шамамен 500 мл-ге 800-900 грамдай ұн кетті. Жақсылап қамырды илейміз, бетін пищевая пленкамен жауып, жылы орап қоямыз. Не болмаса духовкада 40 градуста қойсаңыздар, қамырларыңыз тез көтерілетін болады. Ал енді ішіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. Менде бұл жерде қайнатылған, яғни піскен бүйрек, жүрек және де бауыр. Сіздер қалауларыңызша малдың өкпесін қоссаңыздар да болады, бірақ міндетті түрде алдын ала 1,5-2 сағат көлемінде суға қайнатып пісіріп алатын боласыздар. Барлығын осылай ұсақ төрт бұрышты бөліктерге турап аласыздар және де ет тартқыштың көмегімен өткізетін боласыздар. Көп жағдайда осылай өкпе бауырдан, жүректен, бүйректен не жасауға болады деген сұрақтар туындап жатады. Сіздерге де дәл осы тағамды жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады екен, өте тойымды әрі жылдам дайындалады. Бұл рецепті мен интернет желісінен таптым. Менде бір жасағаннан сәтті шықты, әрі өте дәмді болып шықты. Бұл тағам негізінде беляши мен пирожкиге ұқсас болып келеді екен. Құрметті оқырман, егер сіз менің каналыма алғаш келіп тұрған оқырман болсаңыз, мына сілтеме арқылы өтіп, менің соңғы видеомды көруге кеңес беремін. Мен ол жерде қазақтың ұлттық тағамы қарын бүрмені жасап көрсеткен болатынмын. Өте дәмді болып шықты, әрі әдемі болып шықты, яғни эффектный деп айтамыз. Сіздер де өтіп үйреніп алыңыздар және де отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Еттеріміздің барлығын өткізіп болдық. Енді келесі кезекте пиязды да дәл осы ет тартқыштың көмегімен өткізетін боламыз. Мен үлкен 3 дана пиязды қолдандым. Сіздер одан да көп қоссаңыздар болады екен. Өйткені біздің қолданған етіміз, яғни бауырымыз, жүрегіміз барлығы құрғақ болғандықтан, пияз бұл жерде сочность береді екен. Сондықтан да 4-5 дана қоссаңыздар да болады. Ал енді қажетінше дәміне қарай тұз саламыз және де алдын ала суға пісірілген 100 грамм күрішті қосатын боламыз. Оның үстінен қара бұрышты және де кориандрды қосатын боламыз. Сіздер өз қалауларыңызша өздеріңізге ұнайтын кез келген дәмдеуіш түрін қолдансаңыздар болады. Ал енді осының барлығын жақсылап біркелкі масса болғанша араластыратын боламыз. Қамырымыз жақсылап көтерілді. Енді осы қамырымызды қолымыздың көмегімен ұсақ бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Мен ең алғашында бөлгендерім үлкен болып кетті. Шамамен грек жаңғағының көлеміндей бөлсеңіздер керемет болады екен. Мен артынан осы бөлген бөліктерімнің барлығын тағы да 2 бөлікке бөліп шықтым. Сондықтан да сіздерге кеңес беремін. Ең алғашқы бөлгеннен бастап грек жаңғағының көлеміндей бөлікке бөлгеніңіз дұрыс. Қазір біз осы әр бөлшектің ішіне салмасын салатын боламыз. Сондықтан да сіздердің гумаларыңыз тым үлкен болып кетпесін. Шамамен мантының не болмаса қошанның көлеміндей болуы керек. Барлығын жасап алдық. Ал енді орамалмен бетін жауып қойып, шетінен жасайтын боламыз. Қолымызды үстелдің үстін сәл сұйық май жағып аламыз және де қолымызбен дәл осы видеода көрсетілгендей домалақтап жұқалап жаямыз. Және де дәл ортасына бір ас қасық көлемінде салмамызды салып, дәл видеода көрсетілгендей домалақ етіп бекітеміз. Көріп тұрғандарыңыздай жасалуы өте оңай әрі жылдам. Сіздер жасап бірден қызып тұрған майға қуыра берсеңіздер болады, не болмаса барлығын жасап пісіруге де болады. Барлығын дәл осылай жасап жалғастыратын боласыздар. Неғұрлым біркелкі домалақ етіп жасауға тырысыңыздар.
Алдын ала табада қызып тұрған сұйық майға жан-жағынан қызарғанша әдемілеп пісіріп алатын боламыз. Және де пісірген дайын тағамдарыңызды міндетті түрде қағаз сүлгіге қойыңыздар, сонда артық сұйық майлары кететін болады. Ішіндегі салмасы дайын піскен болғандықтан гумаларыңыз тез қызарады, сондықтан да табадан алысқа кетпей қарап тұрып пісіріп алғандарыңыз дұрыс. Мінекей көрермендерім, менің гумаларым дайын болып шықты, өте әдемі, тойымды әрі дәмді. Сіздерге де дәл менің рецептіммен жасап көруге кеңес беремін. Ал егер де видеом ұнаған болса, міндетті түрде пікір қалдырып, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын, келесі видеоға дейін сау болыңыздар.